Сәлем достар, бүгін біз осындай кіріп деген какао порошок секілді осыдан біз полезный шоколад жасаймыз. Менде мына жерде 70 грамм кіріп және осыған біз 70 грамм какао масло аламыз. Мен шоколадты темперировать етемін, сондықтан осындай порошковый какао масло микро аламыз, 2 граммдай кетеді. Ең алдымен осы какао масланы біз микроволновкада ертіп аламыз. Міне ерітілген какао масланы жаңағы кіріпқа құямыз. Сосын осыны блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Біздің кіріп 33 градусқа түскенде жаңағы 2 граммдық какао масломызды порошкообразный соны осы кіріпқа саламыз. Міне осылай ситаның көмегімен саламыз, сонымен барлығын жақсылап араластырып ертіп аламыз. Егерде сіздерде шоколадтық формасы болса, формаға құйсаңыздар болады, немесе осындай силиконовый коврикке осылай құйып шықсаңыздар болады. Шоколадтың үстіне қалағаныңызша орехи, сублимированный ягоды қойсаңыздар болады. Сонымен оны толығымен қатыруға холодильникке жібереміз. Міне біздің кіріптен жасалған шоколадымыз толығымен дайын болды. Толығымен темперировать етілді. Міне видеода көрсетілгендей қолға ізі қалмайды. Енді шоколадтың барлығын жинап алып, кез келген ыдысқа салып қойсаңыздар болады. Бұл шоколадтың дәмі барлығына ұнай береді деп ойламаймын, бірақ жасап көруге болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.